Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сабағымызды жан-жақты әрі қызықты етер, күнделікті қолдана алатын керемет әдістердің бірі киндер әдісі туралы талқылайтын боламыз. Киндер әдісін қай жерде, қай сабақта қолданамыз? Осы сұраққа бүгін жауап беруге тырысамыз. Балаларымыздың сүйіп жейтін тәттісі киндерді қалай әдіске айландырсақ болады? Мұнда ең бастысы сіздің креативті ойлауыңыз және оқушыларыңыздың шығармашылық қабілеті сізге көмекке келеді. Осы киндер әдісін былтырғы жылы көптеген сабақтарыма пайдаландым. Көрнекілігін бір шығарып қойсаңыз, сізге ұзақ уақыт бойы қызмет ететін болады. Киндер әдісі өте қарапайым. Сіз бұны жоғары сыныптарда да және төменгі сыныптарда да барлық пәнге қолдана аласыз. Ең бастысы, мұнда сіздің креативті ойлауыңыз бен фантазияңыз сізге көмекке келеді. Яғни сіз қатып қалған қағида жоқ. Бұл көрнекіліктерді мүлдем басқа түрінде болмаса, тапсырманың өзін басқаша жасау арқылы өзіңіздің фантазияңызға сүйене отырып, тапсырмаларды да көрнекілікті де түрлендіре аласыз деген сөз. Сіз енді бұны қалай жасай аласыз? Жұмыртқаларды шығарып алдыңыз, түрлі түсті принтер арқылы ламинаттасаңыз, нұр үстіне нұр, өйткені барлық пәнге қолдана аласыз. Үстіңгі жағына тапсырманы жазып, астыңғы жағына жауабын жазып қоясыз. Яғни үстіңгі ақ бөлігіне тапсырма жазылады, астыңғы қызыл бөлігіне сол тапсырманың жауаптары жазылады. Қызыл бөлікті ақ бөліктен алып бөлік қойып қоясыз. Бала өз ойлауы арқылы соны сәйкестендіре алу керек. Яғни математика пәнін өтіп жатырсыз бастауыш сыныпта. 3 көбейту 2, 2 көбейту 2, 4 көбейту 6 деген сияқты тапсырмаларды тақтаға ілдіңіз. Ал енді қызыл бөлігінде сол көбейтудің жауабы тұр. Соны бала жылдам ойлау арқылы сәйкестендіру керек. Яғни ақ бөлікке қызыл бөлікті апарып жапсыру арқылы бала дұрыс жауапты сізге бере алады. Бұл әдісті қолдану барысында ұстаз нені ұтады? Бала барлығын өзі түсіндіреді. Есепті шығару барысында, болмаса шығарманы талқылау барысында шәкіртіңіз өзі бәрін талқылап, сыныпқа түсіндіре алады. Және де оқушы шапшаң ойлайды. Өйткені шапшаңдық неге байланысты? Одан кейін шығатын оқушыларға да байланысты, және де бала жылдам ойлайды. Жылдам есепті шығарады, болмаса үй тапсырмасын жылдам қорытындылап бізге белгілі бір ойын айтып дәлелдейді. Сәйкестендіреді. Жылдарды сәйкестендіру мүмкін, болмаса сөз таптарын, көптеген бастауыш, баяндауыш соған байланысты берілген ойын сәйкестендіретін болады. Бала өз ойын дәлелдеп айта алады. Қай уақытта дәлелдейді? Тарихи мәліметтерді айтқан кезде дәлелдейді. Және де бүгінгі оқыған шығарманы қорытындылау үй тапсырмасын қорытындылау кезінде дәлелдейді. Осы киндер сюрпризді сіз топтық жұмыс кезінде де пайдалана аласыз. Ол үшін сізге үлкен қылып шығарылған, өз қолыңызбен жасалған киндер сюрпризге ішіне оқушыларыңызға арналған бірнеше тапсырманы саласыз. Болмаса жұптық жұмысқа да пайдалана аласыз. Киндер сюрприздің ішіндегі әрбір тапсырманы алған кезде оқушы дұрыс жауап беруге тырысады. Яғни жұппен жұмыс істеу, топпен жұмыс істеу, бірін-бірі тыңдау, лидерлік қарым-қатынасты анықтау, яғни әрбір топтан бір лидер шығып отырады. Болмаса креативті ойлау, жылдам ойлау. Неге осының бәрі осы бір әдіс арқылы сіз шыңдай аласыз. Алдарыңызда етістіктің осы шағын өткен шаққа айландырған мысал тұр. Секіріп кетті, секірді қазақ тіліне байланысты жасалған көрнекілік. Осы көрнекілікті балалар пайдалану арқылы етістіктің осы шағы мен өткен шағын, келер шағына өздері анализ жасап, мұғалімге түсіндіре алады. Мына жерде бұл жұптық жұмысқа берілген, яғни оқушы өзінің жұбымен бірге берілген етістіктерді ережесін шығарып отырады, және де өз ойын дәлелдейді. Қалай сен осы шақтан өткен шаққа айландыра алдың? Болмаса осы
келер шаққа өткен шақты қалай айландырдың, жалғауларды дұрыс жалғау арқылы және де көптеген тапсырмаларды орындау арқылы. Бүгінгі әдісіміздің талдауы осылай болды. Барлықтарыңызға назарларыңызға рахмет.